ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында өтетін тәрбие сабағымызды ашық деп жариялаймыз. Ендеше балалар, біз 4 топқа бөлініп алдық. Бір-бірімізге сәттілік тілеумен бастасақ. Сәттілік! Тамаша, рахмет. Ендеше тағы да сіздерге сәттілік тілеймін. Ал балалар, бейнеролик тамашаласаңыздар. Бейне роликті тамашаласаңыздар, бұл жерде немен таныстыңыздар? Бейне ролик не жөнінде болды? Ұлы даланың жеті қыры және бұл жерде ұлы даланың жетіге бөлінгені және де Қазақстан алманың отаны аңыз елі туралы айтып өтті. Жеке тоқталып өтті екен, рахмет, тамаша, жарайсың. Ал ендеше балалар, ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында тармақтармен жеке таныссаңыздар, сіздер алдарыңызға постер беремін. Осы постер бойынша барыс тобы алтын адамды қорғайды. Керуен тобы түркі әлемінің есігін қорғайды. Сіздер атқа мінуді қорғайсыздар сіздер. Ал сіздер болса, ұлы жүрек жолы мәдениетін қорғайсыздар. Ендеше сіздерге ойлануларыңызға 3 минут уақыт беріледі. 3 минут уақыттың ішінде өз ойларыңызды жазып бастаңыздар. Бірлесіп топтық жұмыс балалар. Ал балдар, уақыттарыңыз бітті. Алтай ежелгі түркі халықтарының кіндік жұрты болып саналады. Ол тек түркі әлемі ғана емес, Шығыс Азия мен Сібір арасын мекен ететін халықтардың отаны. Археологиялық зерттеулер мұған тақты дәмдер береді. Тамаша, рахмет. Ендеше сіздердің қорғағандарыңыз түркі әлемінің жетістігі. Тамаша, рахмет. Барыс қонысыздар да алтын алдасың. Бейнелерінен беретін хайуанат бақыштары жасалған. Алтын адам Есік қаласынан табылған 17-18 жасар ханзада. Киімі алтынмен қапталған. Қазақ халқы алтын құласа да салтан болмаған. Жылқыны қолға үйрету, атқа міну мәдениетінің де негізін қалады. Автокөлік қозғалтқышының қуаты әлі күнге дейін аттың күшіне дейін еленген. Сарбаз бен оның мінген атына қорғауға арналған сауытымызды алғаш рет қазақ елі ойлап тапқан. Тамаша. Келесі топтың тобы дайын болсаңыздар қосыласың. Ұлы жібек жолы адамзаттар өркениет жасалған тарихи ескерткіштердің бірі. Ұлы жібек жолы Қытайдың Шиян деген жерінен басталады. Жол бұдан 3-4 жыл бұрын болған. Ұлы жібек жолы адамзат өркениетін жасаған тарихи ескерткіштердің бірі. Бұл Еуропаның Азияның батыс пен шығыс арасында жалғастырған көпір. Тамаша. Балалар, келесі тапсырмамыз тіл білуде өнер. Мақал мәтел сайысы. Яғни бұл жерде жалғасын тап. Берілген мақалдың жалғасын табамыз. Мақал мәтел білмейтін бала жоқ деп ойлаймын. Өйткені сіздер мектепке келгеннен бастап мақал мәтел
үйренгенсіздер, иә? Яғни сіздер қазір бұл жерде жалғасын тауып, мынау ақ парағымызға жазып қорғаймыз. Түсінікті ғой, балдар? Жалғасын тауып. Сіздерге берген уақыт бола қойыңыздар 3 минут болатын. Келсе жылдамдатып келіңіздер. Әр топта бір Өз елім өлең төсегім. Үшінші, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны әлер. Төртінші таппадық. Алтыншысы, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. 8. Балалы үйдің арысы мол. 9. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. 10. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. 11. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылына ақыл қос. 14. Сөзде қаңқу жаман, ауруда жаншу жаман. 15. Білімі жоқ ол, жұпары жоқ гүл. 16. Сөзде қаңқу жаман, ауруда жаншу жаман. 17. Білімі жоқ ол, жұпары жоқ гүл. 11 сұраққа жауап берген жас тобы. Тамаша. Ұяда не көрсе, соны өскенде соны қылады. 4. Сөздің тәтті болсын, ашуың қатты болсын. 5. Жақсы, 5 таппадық. 6. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. 15. Білімі жоқ ол, жұпары жоқ гүл. 12-ге жауап берген. Тамаша. Келесі топ. Біріншісін таппадық, екіншісін. Өз елім өлең төсегім. Үшінші, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны көрем. Білімі жоқ ол, жұпары жоқ гүл. Басқасын таппадық қалған. Тамаша. 8. Рахмет. Біріншісі сөздің көркі мақал, ердің көркі сақал. Екіншісі өз елім өлең төсегім. Үшіншісі балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны ілер. 17. Білімі жоқ ол, жұпары жоқ гүл. Тамаша. 12. Яғни қыран тобы мен тұлпар тобы 12 ұпай, парыз тобы 11 ұпай, керуен тобы 8 ұпай. Тамаша. Балалар шаршаған шығарсыңдар, иә? Жаттығу жасап алайық. Райымбек келе ғой ортаға. Бейне сұрақ. Назарларыңызды экранға аударсаңыздар. Құрметті 7-ші сынып оқушылары, сіздерге бүгінгі сауалым жалпы Қазақстан ұлттық тәрбиесіне қатысты айтылған қандай мақалаларды білесіздер? Солардың маған саралап берсеңіздер. Ал ендеше сұрақ белгілі болса, түсінікті болса ғана дайындалуға 2 минут уақыт беремін. Ал балалар, уақытымыз аяқталды. Ойланып болған шығарсыздар, ендеше әр топта өздерінің дайындаған мақал мәтелдерін алып ортаға шыға қойыңыздар. Жылдамдатамыз. Қызы
өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Қызға 40 кісі сөйлейді, қызға 40 үйден тыйым. Қызы жақсыны қыдырып қориды, қызы жаманды сайтан ториды. Келесі керуен тобы. Арманымен ер сұлу, орманымен жер сұлу. Керуен тобы бізде 12 мақал мәтеледі. Тұлпар тобы. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. 2. Қыздың түсі қызыл. 3. Анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер. Қыздың жолы жіңішке, ұлдың жолы ұлы жол. Тамаша, 8. Келесі. Қыз шешесіне жұлдыз, әкесіне күн. Қыздың 40 жаны бар. Қызым үйде, қылығы түзде. Жетесіз ұл әкесіне тіл тигізеді. Ұлы бардың ұрпағы бар. Білімі жоқ ұл, жұпары жоқ гүл. Аталы ұл, қожалы құл. Тамаша. 17 мақал мәтел. Тамаша. Ендеше келесі бейне сұраққа назар аударамыз. Келесі бейне сұрағымыз. Мұқият тыңдаймыз балдар. Яғни рухани жаңғыру туралы не біледі екенбіз? Ойларымызды 2 минут уақыт ойланамыз. 2 минут уақыт жерге ойланамыз. Кәнеки жауаптарымызды айтамыз. Барыс тобынан бастаймыз. Рухани жаңғыру туралы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясына бағдарламасында туған ел жайлы көтерген. Ол туған ел туралы бағдарламасында ол халықтың патриотизмін, мемлекеттік дағдарысын көтерген. Және сол туған ел бағдарламасы бойынша өлкетану кітабын ойлап тапқан және шығарған. Тамаша. Рухани жаңғыруды ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ол өзінің халықтың осы болашағын және де дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін ойлап тапқан рухани жаңғырудың ол негізгі тақырыбы. Ол халқымызға нақты рухани бағдар көрсету болып табылды. Қолданай. Тұрау. Кәнеки сіздердің жауаптарыңыз қандай? Рухани жаңғыру дегеніміз бұл қазір жаңарып жатқан мәдениет, ғұрып, салт-дәстүрлерді айта аламыз. Бұл рухани жаңғыруды Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев шығарды. Болашаққа бағдар аясында шығарылды. Тамаша. Рухани жаңғыру бұл ішкі тазалық, ішкі сезім. Рухани жаңғыруды Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев шығарған. Оның тіпті бұған кітапта арнап жазған. Әр адамда ішкі сезімдер, рухани жаңғыру, яғни тазалық болады. Тамаша. Ал балалар өте жақсы жауап берді. Бәрі тобымызда. Келесі сұраққа назар аударсаңыздар. Esmini 77 sınıfının okuşları. Менің сіздерге қояр сұрағым, ұлы даланың 7 қыры мақаласының авторы кім және ол қашан жарияланды? Ал балалар сұраққа дайын болсаңыздар, кім жауап береді? Әр топтан бір оқушы тұрып. Ұлы даланың 7 қыры бағдарламасын мақаласын Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы ойлап тапқан. Қай күні? Тамаша, рахмет. Келесі керуен тобы. Сіздерде бар ма? Оны Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы ойлап шығарды. Қай күн екен? Тамаша, рахмет. Келесі сіздерде бар ма қосарларыңыз? Қай күн біледі? Қай күн екен? Нұрсұлтан Назарбаев ұлы даланың 7 қырын ол 2018 жылы 21 қарашада шығарды. Тамаша. Ал ендеше сұрағымыздың жауабы дұрыс па? Назарларыңыз экранға аударамыз. Жаңағы сұрағының дұрыс жауабы ұлы даланың 7 қыры мақаласының авторы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2018 жылдың 20 қарашасында жарияланды. Тамаша. Ендеше бізде сұрақ орнынан ұпай беріледі екен, тамаша. Ал келесі бейне сұраққа назар
болашаққа бағдар ол біздің келешегімізге жағдай жасау. Қазіргі түрлі заттардан бізге мысалы киім, әртүрлі заттарды бізге жасалып жатыр. Оны мысалы электронный кітап, біз мысалы кітабымыз жоқ болса, сол телефоннан ақ оқи саламыз. Тағы да көптеген мәліметтерді Google-дан іздеуге болады. Тамаша. Рахмет. Бұл картозына бір пайыр қосылады екен. Ал ендеше, осымен балдар бүгінгі біздің тәрбие сағатымызды қорытындылаймыз. Тәрбие сағатына қатысқан оқушыларымыздың бәріне алғысымызды білдіреміз. Ол жерде өздеріңіздің білімдеріңізді шыңдап, керемет білімді екендеріңізді маған көрсете білдіңіздер. Бүгін балдар сабақтан қандай әсер алдыңыздар? Ұнады ма сабақ? Не білдіңіздер? Кім айтады? Бұл жерде несімен ұнады? Бейбіт, бүгінгі сабағымыз несімен ұнады? Болашаққа бағдар рухани жаңғыру және Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаевтың қолдаған жұмыстарының мақаласынан Тамаша. Мәлімет алдыңыз. Тамаша. Бұл сезім Бүгінгі сабақта мақал мәтелдерді толықтырдық және де болашаққа бағдар рухани жаңғыру туралы біраз мәлімет алттық және де көптеген мақал мәтелдерді үйрене алдық. тамаша. Рахмет.